Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге 12 қасық деген өте оңай жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен 12 ас қасық қантымызды салып, миксермен жақсылап ағарғанша араластырып аламыз. Немесе венчиктің көмегімен араластырып алсаңыз да болады. Келесі кезекте 12 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте осылай айран немесе сүт пайдалансаңыздар болады. Мен айран пайдаландым. Үстінен 1 шай қасық ас содасын салып араластырып аламыз. Келесі кезекте 12 ас қасық ұнымызды електен өткізіп, 2 бөліп салатын боламыз. Және аздап ванилин қосып жібереміз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың қалған бөлігін салып, тағы да араластырып аламыз. Осы уақытта пештеріңізді 170-180 градусқа қыздырып қоясыздар. Формамызды алып, майлап, дайын болған қамырымызды құйып, қызып тұрған пешке салып, 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Енді бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Достар, жасалуы өте оңай, ешқандай таразыны қажет етпеді. Тек қана ас қасықтарыңыз болса болды, барлығын сол ас қасықпен өлшеп салатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан мінсіз болып шығатын өте оңай пирогтардың бірі. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Арасын кесіп көрсетейін. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады пирогымыз. Каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір білдіре кетіңіз. Сау болыңыздар.